Баршаға сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Көктем келіп, көздеріңіз қарауытып, иммунитеттерің әлсіреп жатқан болса, осы рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Ешқандай диабеті жоқ, шекерге аллергиясы жоқ, немесе осы жердегі алма, свеклаларға аллергиясы жоқ адамдар болса, тіпті балдарға да қолдануға болатын рецепт, және де пайдасы оның өте көп. Видео барысында пайдасымен бөлісетін боламын. Ең алдымен свекланы, сәбізді, апельсинді, алманы және лимонды жақсылап жуып, сыртынан ашып, тазалап, кішкене бөліктерге бөліп кесіп аламыз. Блендерға салуға ыңғайлы қылып кестім мен. Алманың, апельсин мен лимонның сыртын ашудың қажеті жоқ. Осылай блендерден барлығын өткізіп аламыз. Негізі мясорубкадан өткізсеңіз болады, немесе соковыжималкадан өткізіп, сок қылып ішуге де болады. Ол кезде ешқандай пайдасын жоғалтпайтын болады, қыздар. Осы барлығын блендердан майдалап аламыз да, осылай дайындап, үстіне мед қосамыз. Медті негізі қоспасаңыздар да болады. Тәтті жақтырмасаңыздар, свекланың ішіндегі мед сіздерге жетеді, қыздар. Жақсылап араластырып, дайындап, холодильникке салып қойып, күнделікті таңғы асқа дейін жарты сағат алдын 2 ас қасықтан жеп отырыңыздар. Егер де сок ретінде жасасаңыз, 200 грамм сок ішсеңіз жеткілікті таңғы асқа. Қыздар, свекланың білесіздер, қанды көбейтуге пайдасы өте зор, сәбіздің көзге пайдасы бар. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Иммунитеттеріңізді көтеріп, сіздердің денсаулықтарыңызды мықты қылатын рецепт.